Сәлем достар, бүгін біз осындай клиенттің сұранысымен ас үйге арналған жинақ тігіп шықтық. Бірінші осындай 80 сантиметрлік жайма лист 5 беттен тұрады. Мінекей әдеттегідей бірінші беті дак матасынан, мінекей шеттері ХБ кособейкамен өңделген, өте сапалы. Жайма листтің тұтынуын білесіздер. Қамыр кеуіп кетпес үшін, қамыр жаңағы суланып кетпес үшін арасына салып қоямыз уақытша. Мінекей 5 беттен тұрады. Одан кейін ас үйге арналған фартук тіктік. Мінекей алжапқышымыз осындай. Және де екі қалтасы бар. Қалтасында екі ұяшығы бар. Мінекей. Төбесіне басымызға косынка тіктік. Мінекей. Косынканы байлап әуре болмайсыз. Бірден кие саласыз басыңызға. Кез келген размерге келе беретіндей артына резина тағылды. Мінекей. Өте ыңғайлы, басымызда түс кетпейді, жылжып кетпейді. Одан кейін ыстық ұстағыш қолғап және тұтқыш. Қолғапты оң қолымызға киеміз, болмаса пештен, болмаса сковородканы ұстағанда ыңғайсыз жалғыз қолғап ұстай алмай жатса, көмекке осындай тұтқыш келеді. Бүйтіп демеп жіберу үшін арналған зат. Мінекей. Одан кейін табақтың астына қойғыш табақшалар, болмаса дөңгелекшелер. Мінекей. 3 тал, мінекей. Бір жағы ою, бір жағы бір түстен. Осындай дөңгелекшелер. Мінекей. Одан кейін мына жерде бізде сковородка, болмаса шайнек қоюға арналған табақша. Одан кейін заварочник, болмаса табақ қоюға арналған. Одан кіші размер. Осындай жинағымыз. Жинағымызды тек қана пакетке салу ғана қалды.